Баршаңызға ассалаумағалейкум достар. Алдарыңызда Hyundai Palisade. Бұл автокөлігіміз Алматы қаласында және де сатылды. Ала берсе қазір кредитке шығаратын боламыз. Корейский Palisade 3.8 литр. Кішігірім комплектациясына келетін болсақ, 360 камера, астымызда дистроник, Hyundai Full LED System, фаралары, R20 дисктары, Michelin шиналарымен бірге осындай заводской порог орнатылған, повторитель поворотника. Мына жерде көріп отырсаңыздар, бізде датчик слепых зон, бесключевой доступ сенсорный. Honor салонда, бұл каллиграфи комплектациясында. Полный электропакет, екі сатылы память сидений, массаж сидений, плавающее сиденье. Мына жерде сервопривод руля, барлығы жұмыс істейді. Полный привод, обдув подогрев сидений, төбемізде люк және де артында панорама. Автокөлік бізде 7 орынды десе болады. Задний боковой шторка, екі подстаканник, капитанский сиденье, обдув подогрев сидений және де үшінші рядымыз орналасқан. Так, бұл автокөлігімізді біз получается Шымкент қаласына сатып жатырмыз қазір. Ала берсе қазақ номер қойғаннан кейін сататын боламыз. Бұл осындай автокөліктерді сіздерде дәл осылай Тұлпаргүл Қазақстан компаниясы арқылы тапсырыс бере аласыздар. Небәрі 25-30 күн ішінде келіп жатыр, және де 3-4 күн ішінде қазақ номер қойып жатырмыз. Автокөліктің шамалас бағасы заказ берсеңіздер 24 миллион және де 25 миллион арасында полный приводқа. Алдыңғы жетекті автокөліктеріміз 22 миллион 800 және де 23 миллион 500 арасында каллиграфи комплектациясына. Егер де төмендеу комплектация алатын болсаңыздар, бұл автокөліктің бағасы 20 миллионнан басталады. Алдымызда проекциясы бар. Автокөлік өте керемет, осында қоңыр салонмен. Және де айырмашылығы каллиграфи және де престижді көбісі білмейді. Каллиграфи комплектациясында алдындағы бізде торымыз осындай асты қарай сызық болады, және де осындай хромированный болып келеді. Және де астыда тұрған накладка бампера бізде получается осындай сызықтармен болады, және де полностью хромированный и до конца жүреді. Престижда тек осы жерге дейін ғана, и ол хромированный болмайды. Так, әрмен қарай отличие автокөлікте каллиграфи және престиж комплектациясында көріп отырғаныңызда осындай строчкалар болмайды. Престижда тек қана каллиграфида болады. Одан кейін осындай строчка тек қана каллиграфи комплектациясында жүреді. Так, әрмен қарай мына жағымызда бізде под дерево и осындай астыға қарай строчкаларымыз болады обязательно. Төбеміз бізде престижда простой болады, каллиграфида көріп отырғаныңыздай алькантара жүреді. Так, әрмен қарай арттағы бізде накладка тоже сондай астыға қарай строчкалар болады осындай. Және де полностью хромированный болады. Және де бұл автокөліктің бізде каллиграфи Black Edition дегені бар, толықтай қара, болмаса осында ақ, уже хромированный детальдардың барлығы қара болады. Және де қараға қара түрі бар, ол сәл қымбаттау жүреді. Ол автокөлік 25 миллион және 26 миллион арасында жүреді. Так, оның айырмашылығы осы ортаңғы рядымыз бізде алькантара болады, қара. Руліміздің мына жағы бізде кожаный болса, ол жерде алькантара болады. Черный на черным деген болсаңыздар, сондай Кореядан біз алдырып бере аламыз, каллиграфи Black Edition дегенді. Так, әрмен қарай бұл бізде 8 сатылы коробка автомат және де 3.8 литр бензин қозғалтқыш орналасқан. Енді түрі, жүрісі өте керемет, және де ең бастысы 3.8 болса да бензин расходы өте аз болады бұл автокөліктерде. Назарларыңызға рахмет. Біздің арнамызға жазылып жүріңіздер. Ала берсе осындай кішігірім автокөліктердің обзорларын қазақша түрінде және де орысша түрінде сіздерге ұсынатын боламыз.